Қиналғандар жалбарынып жәрдем сұрайтын, қашан да тілге аты оралып жүректер сүйетін бір ұлықтың иесі бар. Ол жалғыз ғана Алла. Олай болса сен де мен де қуаныш пен қайғыда, қиындық пен жеңілдікте оған ғана жылап, жалынып, жалбарынуымыз тиіс. Себебі Алла тағала тағдырымыздың иесі, жағдайларды түзеуші, жүректерді өзгертуші, жер бетіндегі барлық жыбырлаған жан иесін ырзықтандырушы. Сондықтан жер бетінде Алладан басқа ешкім бұл ұлы құлшылыққа лайық емес. Дүниеден озған ізгі кісілердің өзі де сол ұлы жаратушыға қиналғанда да жай кезде де жалбарыну мен ізгілікке қол жеткізді. Сонда оларға оның қолдауы жетіп табысқа кенелді. Егер Аллахты тапсаң, бүкіл нәрсені тапқан боласың. Ал егер Аллахқа деген сеніміңді жоғалтсаң, бүкіл нәрсені жоғалтқаның. Сенің Раббына жалбарынып дұға етуің, сұрауының орындалуымен қоса үлкен ғибадат болып есептеледі. Дұға жасауды жақсы білген адам уайымдап, мазасызданбайды. Өйткені Аллах тағалаға сені байлаған арқаннан басқа барлық арқан атаулы үзіліп кетеді. Аллах тағаладан басқа есіктер түгелдей жабылып қалады. Сондай-ақ Аллах өте жақын әрі естуші, қабыл алушы. Жаны қиналып, күйзелген адам жалбарынып дұға қылса, ол қабыл алады. Алла тағала Құранда Мұхаммед пайғамбарға: егер құлдарым мен туралы сенен сұраса, өте жақынмын. Қашан менен тілесе, тілеушінің тілегін қабыл етемін. Ендеше олар да әмірімді қабыл етсін, және маған сенсін. Әрине тура жол тапқан болар еді, деген. Сондықтан да егер сенің басына бірер қиындық туса, Аллахты еске ал, Аллахтан жәрдем кеңшілік сұра, Аллахты ұлықтап маңдайыңды топыраққа бөле. Сонда ғана өмірдің қиындықтарынан сүрінбей өтіп, бақыттың тәжін киесің. Мұрныңды құлдық етіп топыраққа малы, қолдарыңды көтер, алақаныңды жай. Тіліңді дұғамен сөйлет, одан көп сұра, жалбарын, кешірім есігінің алдына тұрып ал. Оның мейірімін, аяуын тос, оған шын көңілмен беріл, сонда ғана сен ең бақытты жан болып жеңіске жетесің.